Саламатсыздар ма? Мен Ақмола облысы Степногорск қалалық сотының судьясы Құрамыс Берік Болотбекұлы. 2020 жылғы 10 маусымдағы заңымен Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексіне соттар жұмысының заманауи форматын ендіру, артық сот рәсімдері мен шығындарын қысқарту мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Сіздерге аталған заңды түсіндіру мақсатында азаматтық процестік кодексінің сот актілерін жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша қайта қарау жөніндегі іс жүргізу тарауына тоқталатын боламын. Сот актісін жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арызы келіп түскен күннен бастап тиісті соттың іс жүргізуіне қабылданды деп есептеледі. Іске қатысатын адамдар жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша шешімді, ұйғарымды немесе қаулыны қайта қарау туралы арызы келіп түскен туралы хабарландырылады. Сот мұндай арызды жеке дара немесе сот отырысында қарауға құқылы. Сот отырысының уақыты мен орны тиісті түрде хабарландырылған, іске қатысатын адамдардың келмеуі оны қарауға кедергі болып табылмайды. Сот жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша шешімді, ұйғарымды немесе қаулыны қайта қарау туралы арызы бойынша арызды қайтару туралы, сот актісін қайта қараудан бас тарту туралы, арызды қанағаттандыру және шешімнің, ұйғарымның немесе қаулының күшін жою туралы уәжде ұйғарым шығарады. Арыздың нысаны мен мазмұны, қойылатын талаптардың сақталмауы, арызды беруге өкілеттігі жоқ адамның не әрекетке қабілетсіз адамның оны беруі, азаматтық процестік кодекстің 456 бабында белгіленген қағидаттардың сақталмауы, мерзімді қалпына келтіру туралы немесе өткізіп алған мерзімді қалпына келтіруден бас тарту туралы өтініш хат болмаған кезде арызды беру мерзімінің өтіп кетуі, арыз берушінің қайтарып алуы, жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша істі қайта қараудан туралы арызды қайтаруға негіз болып табылады. Бірінші, апелляциялық және кассациялық сатылардағы соттардың жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша арызды қайтару туралы, сот актісінің күшін жоюдан бас тарту туралы, не күшін жою туралы ұйғарымдарына шағым жасау, дау айту, прокурордың өтініш хаты немесе наразылығы бойынша қайта қаралуы мүмкін. Назарын салып тыңдағандарыңызға рахмет.